Курс катышуучулары бүгүн биздер ChatGPT нейро желисинин көмөгү веб-сайттарды жасайтын болобуз. Яғни веб-сайттын негизги интерфейсин жасоо, ондагы кошумча блоктарды жасоо, кошумча петтерди жасоо жана оларды толтуруу менен бүгүн биздер айналышатын болобуз. Эң биринчи биздер адеттегидей өзүбүздүн браузерибизге ChatGPT деп жазып, онун ичиндеги OpenAI компаниясы суккан ChatGPT'дин ичине киремиз. Енді біздер күнделікті жасап жүрген ChatGPT'дің соңғы нұсқасы. Бұл жерде біздің соңғы жаңағы сұраныстарымыз тұр. Одан кейін мына жерде сол жағында ChatGPT'дің астында обзор деген тұр. Яғни қарау, GPT-дің қандай мүмкіндіктері бар. Осы жерде бізге үздік ұсыныстар белгілейді. Яғни бізде жаңағы қандай тағда осы аптадағы үздік таңдаулар дейді. Яғни көп жасаған адамдар ChatGPT арқылы кіріп осы төрт сервисте көп қолданған. Одан кейінгі трендтер, ең танымал GPT-лар Canva деген сияқты, image генераторы деген сияқты, Write for me дейді. Дәл сол сияқты мына жерде фото жасайтын жалпы ChatGPT-дің өзінің өнімдері, одан видит больше деп бассаңыз, ары қарай тағы да көптеген түрлерін шығарады. Көптеген түрлері де бар. Ол арнайы мына жерде қарайтын болсақ, исследование зерттеуге, білім беруге, яғни біз education деп тұр. Көбінесе байқасаңыздар Қытай тілінде көбі жаңағы осы GPT-ден, бірақ енді барлығын біздер орыс тілінде қолдануға болады. Орыс тілін алып, ол үшін біздерге өзіміздің браузеріміздегі менде қазір аударылып тұр. Перевести деп бассаңыз, орыс тілінде сіздерге аударады. Немесе оның ішінде өзінің кейбір жасанды интеллекттің кейбір нұсқаларында, кейбір нейро желілерінде ол орыс тілі енгізген. Енді бұл жерде ассистенттердің барлығын біздер қарап шықтық. Шолып, қазір біздер веб-сайт деп жерге іздеуге жазамыз. Яғни бізде қандай веб-сайтқа байланысты жасанды интеллекттің мүмкіндіктері, қандай веб-сайттар генерациялайтын нейронды желілер бар екен осы ChatGPT-дің ішінен. Осының ішінен біздер енді қай-қайсысымен де жасасаңыздар болады, бірақ бізде қолданылу жағынан ең көп мына жерде 100 мың деп тұр, 300 мың дейтін бар. Бұл да веб-сайт генератор, бірақ бұл жерде кішкене платный функциялары көбірек. Сол себепті мен мына жердегі тұрған multi-page деп тұрған түрін таңдаймын. Және жаңағы осы жерде осы жаңағы веб-сайтқа өтем. Менде талаптарды қойып жатыр. Бұл жерде түсінбесеңіздер аударып алсаңыздар болады. Менде бірінші веб-сайттың атауы дейді. Одан кейін қандай мақсатта қолданылады сіздің веб-сайтыңыз. Одан кейін жаңағы ерекшелігі деген сияқты, одан кейін байланыс деген сияқты жаңағы маған нелер беріп тұрды. Қарайтын болсаңыздар, бұл жерден тілде ауыстырсаңыздар да болады. Қазір таңдап бұл жерден түскен. Енді біздер не істейміз? Бұны бізге түсінікті болу үшін нақты толық. Біздер бұны көшіріп алып, переводчикке жасасақ болады. Кәдімгі біздің Яндекс болсын, қандай болсын. Енді өзіңізге түсінікті тілде, өзіңізге түсінікті болу үшін. Так, бізде қарайтын болсақ, сіздің бизнесіңіз мынаны копировать етіп алайық. Одан кейін ChatGPT-дің ішіне барып, мынаны басып, біз осы жерге қазір жауабымызды жазатын боламыз. Сіздің бизнесіңіздің немесе веб-сайтыңыздың атауы дейді. Біздер енді өзіміздің курсымызға байланысты қоя берейік атын. Жаңа толқын деп мысалға қояйық. Одан кейін қандай қызметтерді ұсынасыз дейді. Мен енді онлайн білім беру деп басамын. Бұл жерде онлайн білім беру. Одан кейін сіздің жаңағы осы сферадағы конкуренттерден айырмашылығыңыз дейді. Так, бұл жерде біз былай жазамыз. 3D
BRARAI заман талабындағы немесе актуалды деп құралдарды қолдану. Мысалға электронный почта берейік бұл жерге, немесе телефон нөмір енгізсеңіз болады, ол өзіңіз білесіз. Бұның барлығы яғни бізге алып тастасақ та болады, осылай жіберсек болады. Маған сұрап жатыр, сіздің неңіздің аты жаңа толқын, ол онлайн сабақ береді, және де оның ерекшелігі және контактный номер дейді. Және осының барлығы дұрыс болса, дұрыс па деген сияқты ақпарат берді. Бізде ары қарай жаңа рұқсат сұрады. Содан кейін біздер бұл жерде жаңа айтады, Pixel A деп аталатын жаңа жасанды елмен сөйлесуге рұқсат беруіңізді сұрайды. Мен енді рұқсат бердім. Ол қазір жасап жатыр. Яғни осы веб-сайт деп аталатын жасанды интеллекттің қызметі, ол осы екінші жасанды интеллект жаңағы екінші нейронды желімен байланысып маған деректерді өңдеп жатыр. Бірер сәттен кейін бізге өзіміздің нейронды желі бізге веб-сайтымыздың яғни қаңқасын береді. Осы қаңқаны біздер өзімізбен ақпараттарды беріп жатыр. Маған екі сілтеме беріп тұр, және де айтады, біріншісі ол веб-сайтты сізге қарауға деп атайды. Маған яна толқын дейді. Оригиналын қарайық, жаңа толқын деп тұр. Одан кейін жаңағы яғни бізде жаңа толқын дейтін сөзі дұрыс аудармай тұр екен. Яна толқын деп жақсы. Былай дейді, ваш веб-сайт жаңа толқын готов доступен по следующему адресу. Можно сделать, чтобы сохранить загрузить этот веб-сайт. Совершить запись, разработать все функции вашего учебного редактора, Так, бізде де сілтеме арқылы өтсек болады, немесе кірсек болады осында. Біздер өзіміздің веб-сайтымызға кірдік. Бұл жерде жаңа толқын, платформа онлайн образование, яғни онлайн білім беруге арналған платформа дейді. Одан кейін 3D, VR, кеңейтілген және виртуалды шындықты, искусственный жасанды интеллектіні осы жерден үйренсеңіз болады. Осы мына батырманы басыңыз деп батырма қосқан. Одан кейін инновациялық білім берудегі құралдар дейді. Оның ішінде 3D, жаңағы оқыту, виртуалды шындық, кеңейтілген шындық, одан кейін жасанды интеллектпен интеграция, одан кейін контактыларды ұсынған екен. Бұны әзірге басты бір бет бар, бірінші бет. Қазір енді біздер ChatGPT-дің ішіне кіріп, жаңағы өзгертетін екінші блокқа да өтсек болады. Оның ішінен жаңағы бастау деп, оның ішінен міндеттен редактировать етіп ары қарай да қосып алсақ болады. Ол жөнінде біздер келесі сабақтарда сіздерге айтатын боламыз. Әзірге ең қарапайым бір беттік негізгі веб-сайтты осылай генерацияласаңыз болады. Ары қарай идеяңызға байланысты бұл жерге видеолар, мысалы басты бет деп қазақшаласаңыз болады. Оның ішіндегі барлық мәліметтерді, одан кейін видеолар, видео сабақтар, аудио сабақтар, өнімдер, тегтер деген сияқты етіп біздер жасап, бұл жерге бірден қазір бассаңыз, сілтемені бассаңыз хат жібереді. Осылайша жасап көрсеңіз болады. Мына сілтеме бойынша қазір біреуге жіберетін болсаңыз, осы сайтқа кіреді бізде.